Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздерменен медовик тортын пісіретін боламын. Бұл торт жалқау медовик деп аталады. Жасалу жолы өте оңай. Шағын ғана кастрөлімізді алып, 150 грамм бал, 80 грамм сары май, 80 грамм шекер салып, осылай отта ұстаймыз. Қанты түбіне жабысып қалмау үшін осылай араластыра отырып ертеміз. Енді бұған 1 шай қасық ас содасын, 1 шымшым тұз қосып, осылай жақсылап тұрып көпіршігенше шайқаймыз. Торттың толық құрамын видеоның соңында жазып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер де болады. Енді басқа ыдысымызға жаңағы дайындаған балымызды құямыз да, үстіне 2 жұмыртқа салып, жақсылап тұрып көпіршігенше араластырамыз. Негізі классикалық медовиктің қамыры 12 бөліктен тұрады. Біз оның қамырын жұмсақ етіп илеп, 12 бөлікке бөліп, жеке-жеке пісіріп, араларына жақпасын жаға отырып жинайтын болсақ, бұл жерде тек венчиктің көмегімен осылай араластыра отырып жасайтын боламыз. Ешқандай қамырға қол батырудың қажеті жоқ. Бізде тек 2 пластинка ғана қамыр пісіп шығады. Соны 4-ке бөліп, солай медовик тортын жасайтын боламыз. Сол үшін де ол жалқау медовик деп аталады. Оңай әрі жылдам. Міне осындай қоймалжың қамыр болып шығу керек. Енді бұны 2-ге бөлеміз де, бірінші жарты бөлігін пісіріп аламыз. Пергамент төселген неміздің үстіне төсейміз осылай. Тегістеп жаямыз бетіне. Жұқалап бетіне тегістеп жайып шығамыз да, 6-7 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Енді жаңағы піскен қамырларымыздың арасына жағатын жақпамызды дайындап алайық. 600 грамм қаймаққа 100 грамм қант ұнтағын және 1 пакет ваниль қантын қосып, жақсылап тұрып шайқаймыз. Біздің тортымыздың қамырлары дайын болғанша мұздатқышта сақтай тұрамыз. Сонда қоймалжың болып әдемі жағылатын болады. Құрметті көрермендер, видеом ұнап жатса, соңына дейін көріп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей, біздің бірінші қамырымыз пісіп шықты. Енді бұны алып, жан-жағындағы артық қамырларын кесіп, бір ыдысқа салып, дайындап қоя береміз. Бұл қамырларды тастамаймыз. Өйткені бұл бізге торттың жан-жағын әсемдеуге керек болады. Енді екінші қамырымызды осылай табағымыздың бетіне пергамент төсеп жайып шығамыз. Мінекей, шанышқымен аздап осылай шаншып қойсақ, ортасы көтерілмей жақсы піседі екен. Міне біздің екінші қамырымыз да пісіп шықты. Сондай бір тегіс әдемі болып пісіп шықты. Енді бұның да жан-жағын осылай кесіп, тарелкамызға сала берейік. Жұмсақ кезінде кесіп алайық осылай. Енді осылай тегістеп алғаннан кейін, 2 қамырды бір-біріне беттестіріп, тура ортасынан 4 бөлікке бөлетін боламыз. Асыққанда осылай жасай салсаңыздар болады медовик тортын. Әрқайсысын бөлек жайып жатпай, осылай 2 ғана легенге пісіріп алып, жылдам арасына жақпасын жаға қойып жасай салсаңыздар, бұл да классический торттан еш кем жері жоқ. Енді міне жақпасын жағамыз. Бізде 4 текше болып шығады. Жақсылап тұрып қоюлап жаға беріңіздер.
сонда былбыраған ауызда еритін керемет торт болып шығады. Осылай бәрін жағып шыққаннан кейін бағанағы алып қалған піскен қамыр қалдықтарынан майдалап ұнтақ жасап бетіне көмкеріп шығатын боламыз. Жан жағының бәріне тегістей көмкеріп холодильникте кемі 3-4 сағат қоюымыз керек. Бірден кесуге болмайды. Мінекей, біздің әдемі жалқау тортымыз дайын. Қазір ортасын кесіп көрсетейін. Сондай керемет дәмді болып шықты. Асыққанда осылай жасай салсаңыздар болады жылдам. Құрметті көрермендер, менің видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Шайларыңыз дәмді болсын, үйлеріңізден ас кетпесін. Менің келесі видеоларымды жібермей қарап отырыңыздар. Сау саламат болыңыздар.